жіберетін. Мгм. Тамаша, Диляра ханым, рахмет жауабыңызға. Ендеше бастайық. Жалпы өзімізді таныстырып өтсек, менің аты жөнім Ғаниқызы Аружан. ЮНИСЕФ Қазақстан және ұлттық волонтерлік желі бірлесе ұйымдастырып отырған Бисейф Қазақстан жобасының волонтері боламын. Және менің әріптесім Сералы Мөлдір. Сіздерге бүгін техногендік апаттар жайында сабақ өтетін боламыз. Жалпы сабақ өтпестен бұрын бірнеше ережемен таныстырып алайық. Бірінші ереже, сабақ өту барысында кедергі келтірмес үшін сұрақ қойылды соңына қалдырамыз. Не болмаса қандай да бір сұрақтарыңыз болса, чатқа жазсаңыздар болады. Және зумда реакция қалдыратын бізде функция бар. Сол функция арқылы қол көтерсеңіздер болады. Және слайдтың бетіне сызылып кетуі мүмкін, сондықтан да сызбағандарыңыз дұрыс болар еді. Және сіздер кейінірек мектептеріңізде оқушыларға сабақ өтетін болғандықтан офлайн режимде, офлайн форматта қалай ереже айту керектігін тағы айта кетейік. Офлайн сабақ барысында оқушылар шулауы мүмкін, өте қатты. Сондықтан да сабақты бастамас бұрын оқушылармен келісіп алған жөн. Яғни шуламаймыз, сұрақтарымызды соңында қоямыз, не болмаса қол көтеріп, біз мысалға волонтерлер қосымша аудиторияға сұрақ қою мүмкін, сол кезде қол көтеру арқылы жауап берсеңіздер болады деп айтып кеткен жөн. Жалпы өткен сабақтарда біз төтенше жағдай дегеніміз не, оның қандай түрлері бар, төтенше жағдай кезінде қандай әрекет ету керек секілді сұрақтарға жауап алған болатынбыз. Ал бүгін біз осы төтенше жағдайлардың бір түрі болып табылатын техногендік апаттарға толығырақ тоқталатын боламыз. Ендеше бастайық. Жалпы қазіргі заманда негізінен техника дамыған, көліктер, автокөліктер, түрлі жаңағыдай мысалға теледидар секілді техниканың түрі өте көп. Сол техникаларды арнайы талаптар бойынша пайдалану керек. Бірақ адамдардың салғырттығынан, селқостығынан және пайдалану, сақтау талаптарын сақтамағандығынан түрлі апаттар орын алып жатады. Осындай апаттарды және өнеркәсіптік кәсіпорында, құрылыста, көлікте, құбырда апат нәтижесінде пайда болған жағдайларды біз техногендік төтенше жағдайлар деп атаймыз. Техногендік төтенше жағдайлар көбінесе адамдардың денсаулығына зиян келтіреді, олардың өмір сүріп жатқан тыныс тіршілігіне залалын келтіреді. Сондай-ақ өкінішке орай кейбір жағдайларда адамның өліміне де алып келуі мүмкін. Және қосымша табиғат пен экологияға, қоршаған ортаға да зиян келтіреді. Мысалға, мына суреттерде назар аударайық, оқушыларға түсінікті болу үшін осы суреттерді арнайы қойғанбыз. Мысалға, бірінші суретте қандай да бір суда, мұхитта, теңізде орналасқан теңіз флотының бейнесі көрсетілген, және ол өртеніп жатыр. Осы өрт салдарынан, жарылыс салдарынан сол теңіз флотындағы адамдардың денсаулықтарына, өмірлеріне қауіп төнді. Және теңіздің астында су әлемі бар бізде, жануарлар, су жануарлары және балықтар тіршілік етеді. Олардың да өмірлеріне зиян тигізеді. Екінші суретте жарылыс болған кәсіпорында. Бұл жарылыс сол кәсіпорындағы адамдарға зиян келтіріп қана қоймай, жан-жағындағы халықтың тұрмыс тіршілігіне де зиян келтіреді. Жарық сөніп қалуы мүмкін, газ сөніп қалады деген секілді түрлі зияндарын келтіреді. Сондай-ақ үшінші суреттен біз құрылыс ғимаратының қирағандығын байқаймыз. Ол да дәл сондай зияндарын келтіреді. Мынау түсініктірек болды деп ойлаймын, техногендік төтенше жағдайлар. Бірақ ескеру керек, барлық апаттарды біз төтенше жағдайға айналып кетеді деп айта алмаймыз. Егер адам шығыны болмаса, адамға зиян келмесе және материалдық зиян келмесе, адамдардың жаңағындай тіршілігіне салдарын тигізбесе, ондай жағдайлар төтенше жағдайларға жатпайды. Осы төтенше жағдайлар негізінен статистика бойынша Қазақстандағы барлық төтенше жағдайлардың 70%-ын дәл осы техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар алып жатыр. Және ол негізінен адамдардың іс-әрекетіне байланысты болады. Яғни адамдардың антропогендік факторлардың әсерінен, мысалы, абайсыз әрекеттері, қандай да бір техникаларды дұрыс пайдаланбаған себебінен, абайсыз әрекеттер себебінен туындап жатады. Және техногендік сипатта төтенше жағдайлар бірнеше топқа жіктеледі. Оқушыларға сабақты түсіндіру барысында презентациядағы барлық материалды оқып берудің қажеті жоқ, барынша түсінікті, қарапайым тілмен мысалдар келтіре отырып, мүмкін өзіміз білетін қосымша мысалдар болуы мүмкін, соларды келтіре отырып айтқан әлдеқайда жақсырақ болады. Және жаңа қосымша айтқан материалдарды, қосымша ақпараттарды тақырыптан ауытқымау керек. Қосымша ақпараттарды барынша осы сабағымызға байланыстырып айту керек.
Салдардың ауқымы мен ауырлығы бойынша техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар үшке бөлінеді: ұсақ, ірі, ауқымды. Ұсақ апаттар олар болмашы зиян келтіретін оқиғалар, ал ірі апаттар үлкен зиян келтіреді. Ауқымды апаттарға көбінесе дүлей зілзалалар жатады, және олар көптеген адам құрбандықтарына әкеледі. Сондай-ақ материалдық шығындарға да әкеліп жатады. Ал таралу ауқымы бойынша техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды біз объектілік, жергілікті, аймақтық және жаһандық деп бөлеміз. Объектілік ол бізде салдары осы апат орын алған аймақтан тыс шықпаса және өз күшімен жойылып кете алса жатқызамыз. Олар көбінесе 6-10 адамға дейін қаза табуы мүмкін, және де 51-100 адам арасында жаңағыдай денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Ал жергілікті салдары қала шегінен шықпайтын апаттар, олар жағы 100-ден 500 адамға дейін зиян келтіруі мүмкін денсаулықтарына, тұрмыс жағдайларына мүмкін. Аймақтық ол бізде бірнеше облыстарға әсер етеді, және ол бізде 500-ден 1000 адамға дейін өміріне жаңағыдай зиян келтіреді. Ал жаһандық салдары бүкіл елге, мысалға Қазақстан Республикасының территориясына зиян келтіреді, не болмаса көрші мемлекеттердің аумағына дейін тартып алады. Сондай-ақ техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар бізде шығу табиғаты бойынша да бөлінеді. Мысалға, біріншісі көлік апаттары. Ол білеміз, түрлі автомобиль, жаңағыдай авиакатастрофалар секілді апаттар жатқызамыз. Өрттер мен жарылыстар, ол түсінікті деп ойлаймын. Кәсіпорындарда өрт туындаған, жарылыс болған себебінен. Қауіпті заттардың шығарындылары, ол улы, радиоактивті, биологиялық деген секілді. Мысалға, өткен ғасырда Украинада бізде Чернобыль апаты болды, одан үлкен радиоактивті қауіпті шығарындылар тарады, адамдардың денсаулықтарына, өмірлеріне қауіп туды. Және ғимараттардың, құрылыстардың құлауы. Сондай-ақ гидродинамикалық авариялар, бөгеттердің бұзылуын жатқызуға болады. Мысалы, бізде Қазақстанда Қапшағайда Іле бөгеті бар, Шардара, Бұқтырма секілді бөгеттер бар. Осы бөгеттердің бұзылуын біз гидродинамикалық аварияларға жатқызамыз. Және соңғы түрі бұл тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріндегі авариялар. Электроэнергетикалық, коммуналдық, тазарту құрылыстары. Бұған мысал ретінде қазір жаңалықтарда жиі айтылып жатқан Екібастұздағы төтенше жағдайды мысалға келтіруге болады. Яғни жылу жүйесінде, Екібастұз қаласында жылу жүйесінде апат орын алып, сондай техногендік төтенше жағдай орын алған болатын. Келесі сіздерге енді оқушыларға түсініктірек болу үшін барынша бірнеше мысалдар келтірдік. Бірінші мысал бізде 21 ғасырда шетелдерде болған ірі техногендік апаттар. Мысалға, 2001 жылы Францияда AZF химиялық комбинатында жарылыс болған Тулуза қаласында. Оның негізгі себебі жарылғыш заттарды сақтаудың шарттарының, талаптарының бұзылуы. Екінші бізде 2009 жылы Ресей қаласында апат болған болатын. Ол Енисей өзеніндегі Саяно-Шушенская гидроэлектростанциясында апат орын алды. Оның себептері жағы электростанциясының басшылығы, қызметкерлері жауапкершілігі төмен болған себебінен. 2010 жылы Венгрияда Айка қаласының маңында алюминий зауытында улы қалдықтар, соның ішінде қызыл шламның ағып кетуі апаты орын алды. Оның негізгі себебі заттың дұрыс сақталмауы. Келесі бізде 2011 жылы Жапониядағы Фукусима 1 атом электростанциясындағы апат. Алғашқы зақымданудың себебі жағы күшті жер сілкінісі салдарынан цунами орын алған біз білеміз. Жапония сонда жер сілкінісі өте тән аймақ болып келеді. Сол себептен жағы жабдықта сутегі жарылыстары орын алған. Бірақ кейінірек комиссия зерттей келе, оның негізгі себебі жағы халықтың, Жапонияда сол аймақтағы халықтың цунамиге дайын болмағандығы, яғни адами фактор. Байқап келе жатырсыздар, барлық апаттарда көбінесе адами фактор, адамдардың әсерінен, іс-әрекеттерінен, абайсыздығы салдарынан туындап жатыр. Соңғы апат бізде мысал 2015 жыл Қытайдағы апат. Ол жерде Тяньцзин портындағы бірқатар жарылыстар негізгі себебі жарылғыш заттарды сақтау кезінде қауіпсіздік техникасының бұзылуы себебінен орын алған. Және бұл тек шетелде ғана емес, бізде Қазақстан Республикасында да апаттар орын алған. Мысалы, 2007 жылы Атырау облысы Мақат ауданында Жаңа Мақат алаңында нөмірі ZMA6 ұңғымасын бұрғылау кезінде апат орын алған. 2015 жылы Алматы қаласында Адем сауда үйін өртенген болатын. 2015 жылы Алматы қаласында Sport Industries жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоймаларында өрт орын алды. 2019 жылы Арыс қаласында өрт салдары болды. Ол жерде оқ-дәрілер қоймасында жарылыстар туындаған. Сол кезде жаңалықтарда бұл тарады, және бізде дәл осындай төтенше жағдай Тараз қаласында да орын алған. Ол кезде үлкен шығынға батты, және осы Арыс-Тараз
қалаларындағы апаттар тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы жалпы ең үлкен техногендік апаттар болып табылады. Мысалға, Тараз қаласында үлкен шығындарға баттық, иә, 17 адам қаза тапты, 98 адам жарақат алды және бір адам із-түзсіз жоғалып кеткен болатын. Міне, техногендік апаттардың салдары сондай болады. Ендігі кезекте жалпы презентациямызды, сабағымызды әріптесім Сералы Мөлдір жалғастырса. Бәріңізге сәлем. Және де бүгін біз осы сабағымызды жалғастыра кетсек. Кез келген төтенше жағдайға дұрыс жауап беру өте маңызды. Себебі бұл кезде сіз өзіңіздің денсаулығыңызды және де басқа біреулердің денсаулығын құтқаруда үлкен орын алады. Яғни бұл кезде ең біріншіден дүрбелеңді құрастырмау керек. Яғни осы паникаға түсіп, адамдар кейде төтенше жағдай орын алғанда қобалжып кетеді. Бірақ та бұндай жағдайда ең бастысы біз сабырлық танытуымыз қажет. Яғни тағы да біз нақты қауіпті назардан тыс қалдырмау қажетпіз. Келесі. Кез келген төтенше жағдайға қоюдың негізгі қағидаттары. Ең біріншіден бізге ол төтенше жағдай туралы ақпарат қайдан келеді, яғни ресми дерек көздерден. Сондықтан да сіздер осы ақпаратты алу кезінде ресми дерек көздерге ғана сеніңіз. Яғни бұны дерек көздер сіздерге әрқашан нақты ақпаратты айтады. Және де осы қауесеттерге сену соның арасына көптеген дұрыс емес жаңалықтар тарап кетіп, осы ұзын құлақтың арасында көптеген дұрыс емес түсініктер пайда болуы мүмкін. Сондықтан да сіздер ресми дерек көздері бірінші ретінде оларды сараптап, бірінші қарап көріңіздер. Енді дүрбелеңге бой алдырмай, алдын ала ойластырған алгоритмге сәйкес әрекет ету қажет. Яғни төтенше жағдай кезінде сіздерге негізі белгілі, мысалы өрт кезінде не істеу керек, сол секілді әрекет пландары болады. Соларды қарастырып, соларға сәйкес әрекет ету қажет. Яғни өзіңді және отбасыңды құтқару алгоритмін түзете отырып, осы ТЖМ ұсыныстарын орындау қажет. Яғни ТЖМ ұсыныстары дегеніміз не? Яғни ол кез келген төтенше жағдай кезінде қандай әрекет ету керек және де не істеуге болмайтынын айтылған құжаттар. Мәселен, мысалы, жер сілкінісі кезінде сіздерге осы тіреу қабырғаларының астында орналасу қажет деген секілді ұсыныстар болады. Соларды қатаң түрде сақтау қажет. Енді бізде қазір айта кететін жайт ол өрт. Яғни техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың ең жиі кездесетіні және ең қауіптісі осы өрт болып табылады. Біле білсеңіздер, осы Қазақстандағы төтенше жағдайлар барлық төтенше жағдайлардың 89% алып жатыр. Және де одан 91% көбі осы өртке сәйкес келеді. Яғни бұндай сипаттағы төтенше жағдайлар көбінесе осы өндірістік және тұрмыстық сипаттағы өрттер болып табылады. Яғни өрттер кезінде адамдар көп зардап шегеді. Яғни олар уланып қалуы мүмкін осы көміртек тұтқы газымен және көптеген әртүрлі дәрежеде күйік алуы мүмкін. Ал біз білетініміздей, күйік осы адамның денсаулығына үлкен зақым келтіреді және де ол адам құрбандығына да әкелуі мүмкін. Енді сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар, өрт қандай себеппен пайда болуы мүмкін? Белсенді болып жауап бере кетіңіздер. Яғни мен бағана айтып өттім, осы өрт негізінен техногендік сипаттағы, яғни мына жақта айтылғандай тұрмыстық өрттер. Сіздерге бұған қатысты ешқандай ой келмей ме? Мақұл. Негізі өрттің пайда болу себептері арасында осы оттағы байыз пайдалану болып табылады. Осы негізі өрттің пайда болуының көптеген себептерінің бірі осы оттағы байыз пайдалану. Яғни ол сіріңкемен, оттықпен ойнау, түрлі заттармен сыйымдылықтарды оларды дұрыс емес қолданбау, тәжірибе жасау дегендей. Яғни адамның көбінесе қызығушылығы осы көптеген дұрыс емес әрекеттерге алып келеді және де оның арқасында осы өрт пайда болуы мүмкін.
Қазақстанда атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамау, тіпті осы өз үйлеріңіздің территориясында қоқысты жағу, ол да осы өртті дұрыс осы сіріңке және де осындай секілді заттармен дұрыс қолданбауына жатады. Және де бұндай кезде сіздерге әкімшілік жаза да келіп соғуы мүмкін. Және тағы бір себептері осы пиротехниканы абайсыз қолдану. Яғни біз осы бір үлкен мереке той болған кезде, немесе осы қазір жаңа жылдың қарсаңында да пиротехниканы атамыз. Яғни осы қауіпсіздік шараларын сақтамағанда абайсыз қолдану арқасында өрт пайда болуы мүмкін, және де ол өте қауіпті. Келесі бізде үй пештерінің құрылысы және жұмысының бұзылуы. Яғни біздер осы қыс мезгілінде үйді жылытқанда олардың құрылғысы және жұмыс істеу әрекеті дұрыс емес болса, бізде өрт пайда болуы мүмкін. Яғни ол қалай болады? Осы газ жинала кетіп, жай оттегімен қосылса өрт пайда болады, және де оны жай сумен өшіре алмайсыздар. Және де электр жабдығын пайдалану ережелерін бұзу, яғни бұл бәрімізге осы тұрмыстық салаға сәйкес келеді. Яғни сіз мысалға тағы бір мысалы, сізде өздеріңіз қолдан шығарған ұзартқыштар пайдалану болуы мүмкін, және де бұл өте дұрыс емес. Себебі сіз ешқандай қауіпсіздік шарттарын оларға сәйкес бұл ұзартқышты пайдаланған жоқсыз. Оның жұмыс істеу механизмін ешкім білмейді, және де бұл өте дұрыс емес. Тағы да бізде ол табиғаттың әсерінен, яғни табиғи апаттардың әсерінен болуы мүмкін, және біз ол насыға разряды қатты нөсер жауғанда осы насыға разряды үйдегі электр жабдықтарына тиіп, осы өрттің пайда болуының себепшісі болуы мүмкін. Енді бізде өте ауқымды және де маңызды сұрақ туындайды, яғни өртті біз қалай анықтаймыз, оны қалай білуге болады. Яғни біз білетіндей өрттің өзінің иісі болады. Яғни біз біреулер жанып жатқан кезде біз оны осы мұрнымызбен сеземіз, иісі біртүрлі екенін. Және де соның өзінің жеке иісі пайда болады, яғни электр құралы немесе жалпы үй жайдағы электр тоғы жатып немесе жатқан пластмасса не резника иісінен білуге болады. Яғни оның алдымен және кішкене өрт байқалуы мүмкін. Иә, Маргарита, сұрағыңыз бар ма? Қандай сұрақ сізде, Маргарита? Егер жоқ болса, яғни мұның бәрі қазірдің өзінде сақ болуға және әрекет етуге себеп болып табылады. Яғни ең біріншіден өрт басталғанын табу үшін біз түтін көзін табамыз. Яғни түтін қайдан басталды, осы жануға тән иіс қай жақтан басталған екенін біз біле аламыз. Яғни ақаулы электр құралдарын желден немесе қалқаша деген щит, осы барлық электр құралдарын электр тоқтары бірге тұратын жер. Яғни олар электрден ажырату. Яғни бізде электр тоғын сөндіру болып табылады. Егер жағылу шамалы болса, яғни сіз оны өзінің қол астындағы заттармен өлшеуге болады. Оған топырақ кіреді, құм кіреді, тағы да осы тығыз дымқыл шүберектер осыған да осы өртті сөндіруге үлкен көмекші болып табылады. Егер өрт күшті болса, яғни сіз бұл жағдай өзіңіз көмегімен оны сөндіру әлде қалай мүмкін емес. Сондықтан біз мүмкіндігінше тез өрт сөндіру қызметіне хабарласу қажет. Енді бізде өрт басталған кезде біз айтқанымыздай әрекет ету қажетпіз. Яғни шамалы өрт болса, оны тезірек сөндіру қажетпіз. Ол кезде біз осы бәріміздің үйімізде табылатын бес құрал бар. Яғни ең бірінші құмыралардың топырақ, яғни оған құм да болады. Яғни біз білетіндей топырақ осы өрттің көбісін бәрін сөндіре алады. Сондықтан да біз өрт кезінде біздің бұлжытпай осы топырақпен өртті сөндіре аламыз. Тағы да тығыз мата, яғни осы сүлгі, төсек, жабдықтар соғылған кезінде өртті өте жақсы өшіреді. Алайда сіз бұл кезде бұл тығыз матаны жай жерге лақтырып емес, оны абайлап
қабылдап оны төсеу керек өрт пайда болған жерге. Және кір жуғыш ұнтақ осы синтетикалық заттар, яғни ас, тұз секілді, олар өртті өте жақсы өшіреді. Сондықтан да сіздер осы кір жуғыш ұнтағы арқылы, мәселен бізде бәріміз үйімізде бар, сол арқылы өртті сөндіруге болады. Яғни су бәріміз білеміз осы өртті өшіре алады. Бірақ бұл әрдайым емес. Яғни сіз жанып тұрған мұнай, осы газ, электр құрылдарын көргенде сумен сөндіре алмаймыз. Яғни ол тыйым салынады. Ол сізге өте одан бері өрт шашып кетіп қаттырақ жанып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл тыйым салынады. Енді әрбір жағдайда өтпе желді, яғни сквозняк дейміз. Осы терезені ашқанда сквозняк пайда болады. Ұйымдастыруға не қолды шүберекті сілкіп өртті сөндіруге болмайды. Не сіз осы шүберекпен сілкіп өртті сөндірген кезде ауа жел ағымы пайда болады да, сіздің өртіңіз одан да шашып күшейіп, жалыны күшейе түседі. Яғни өтпе желді қалыптастыруға болмайды. Енді сіздерге өте маңызды ақпарат, яғни шұғыл шақыру телефондары. Бағана айтып кеттік, егер де өртті сөндіру мүмкін емес болса, сіз яғни шұғыл шақыру телефондарына байланысасыз. Ол бізде ең бірінші 112 қызметі. Осы 112 бірыңғай құтқару қызметі ешқандай желсіз жұмыс істей береді. Сондықтан қандай жағдайда болмасын, сізді осы құтқарушылар құтқаруға әрдайым дайын. Және біз өрт қызметі болғанда, біз яғни 101 өрт қызметіне қоңырау шалу керекпіз. Сізге диспетчер сұрақ қойғанда, сіз нақты байсалды жауап беруіңіз қажет. Яғни ең бірінші сізге шақыру себебін, оқылған нақты мекен жайы және де мектеп нөмірін, яғни қай мектепте орын алып жатыр, және де өзіңіздің аты жөніңізді айтып кету өте маңызды. Бұл осы бірінші сабағымыздың аяғы. Қазір біз екінші сабақты бастаймыз. Осы жерге дейін сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбеген жерлеріңіз болса. Егер сұрақ жоқ болса, келесі сабаққа көшейік, иә? Қазір бізде Zoom 8 минуттан кейін конференция аяқталып бітіп қалады уақыты. Сол кезде сіздерге жіберілген сілтеме арқылы қайта қосылсаңыздар. Бәріңізге қайта сәлем. Және де біздің екінші сабағымыз тақырыбы. Егер өрт кезінде не істеу керек? Егер өрт кезінде белгілі бір жағдай туындаса, не істеуіміз қажет? Бұл бүгінгі сабақтың тақырыбы. Енді сіздерге сұрақ қойып, осы сіздердің жауаптарыңызбен біз осы дәрісті бастап кетейік. Яғни мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер жауап бересіздер, және сол арқасында біз осы өрт кезінде не істеу қажет және не істемеу қажет екенін біле аламыз. Ең бірінші сұрақ, яғни егер табада май, бензин, керосин ақ жанса, сіз не істейсіз? Яғни қандай әрекет қолданамыз? Не істеу қажетпіз? Белсенді жауап берсеңіздер, Диана, может, сіз жауап беріп көресіз. Қорықпаңыздар. Иә, сіздерге ешкім қате жауап деп ұрыспайды. Кейін сіздер өздеріңізде сабақ өткен кезде осылай оқушылармен сұрақ жауап ретінде өткізесіздер дәл осы презентацияны. Егер де білмесеңіздер, білмеймін деп жауап беріңіздер, біз сіздерге айтамыз. Егер өрт кезінде бізде Шақа мектебінен өшіруге тырысамыз деген жауап келіпті. Тамаша. Мөлдір, қалай әрекет ету керектігін айтып кетсеңіз. Яғни егер май, бензин, керосин жаса, яғни біз оны әрине өшіруге тырысамыз, бірақ біз бұл кезде табаны қақпақпен жабамыз.
өртті құммен топырақпен жауып өшіреміз. Яғни дұрыс айтып кеткеніңіздер, бірақ бұл кезде ең тыйым салынатын жайт, оларды сумен өшіруге болмайды. Яғни жанған майды, мұнай өнімдерін сумен өшіруге болмайды. Біз айтып кеткендей, олар сын өртін одан бері күшейе түсіп, қатты жанып кете береді. Сонда біз оны топырақпен өшіруге болады. Тағы да бір сұрақ, егер бөлмеде бір нәрсе жанса, бірақ өрт аз болса, біз не істейміз? Қалай ойлайсыздар? Яғни сіз бөлмеде отырсыз, иә. Яғни сіздің мәселен естіп тұрмын ба мен? Кілеміңіз жана бастады, бірақ оның өрті өте аз. Сіз не істей аласыз? Яғни сіз бөлмедегі өрт аз болса, келесі тәсілді арқылы оны түсіндіруге тырысасыз. Яғни тығыз матаны, осы төсек жапқыш сүлгіні тек көп емес, жай байсалды түрде тастайсыз, және де үстіне аяқпен таптайсыз. Оттың осы су құйып, гүл құмырларын алған құмды қолдану арқылы сіз оттың бетін жабасыз. Жауып, сонда сіз өртті өшіре аласыз. Егер де ол шамалы ғана болса. Кешіріңіздер. Және бұл кезде бізге өтпе жел көзінен шығуға болмайды, және біз айтып кеткендей бағана жел ағымы, яғни ол оттекті тағы да алып келе түседі. Сол кезде осы оттек әсерінен өрт одан да қатты күшейе түседі. Сонда өкпе жел жасауға болмайды. Бұл өте маңызды нәрсе. Енді сіздер тағы, егер өрт күшейе түссе не істейсіз? Және сіз бағана айтып кеткендей, ол кішкене шамалы болып бастады, енді сіздің өртіңіз күшейіп баратыр, бөлме ысып баратыр. Сіз не істей аласыз? Қалай ойлайсыздар? Егер сөйлей алмайтын болсаңыздар, чатқа жазып кетіңіздер. Өрт сөндірушіге хабарласамыз. Яғни өте дұрыс. Әзер өрт күшейе түссе, ең біріншіден өрт жанып тұрған бөлмеден, яғни ғимараттан шығу қажетсіз. Және де көшеге шығып 101 немесе 112 қоңыраулар нөмірлерін шаласыз, яғни құтқарушыларды шақырасыз. Бұл өте дұрыс. Тағы да, егер өрт күшейе түссе, сіз не істейсіздер? Егер сіз осы көп қабатты ғимаратта бөлмеде болсаңыздар, кіреберісте подъезде өрт болса, лифтімен түсуге немесе екі қабаттағы терезеден секіруге болмайтынын естен сақтау қажет. Яғни бұлар өте түсінуге оңай заттар. Яғни сіз лифтімен түссеңіз, ондай өрт кезінде ол ақаулар пайда болуы мүмкін, және ол істемеуі мүмкін. Ал терезеден, биік қабаттағы терезеден секіру, бұл енді білеміз, өте қауіпті, және де ол адам шығынына әкелуі мүмкін, яғни адам құрбандары пайда болуы мүмкін. Сондықтан сіз бұл кезде сол ғимаратта ешқайда шықпай, құтқарушы қызметті күтуіңіз қажет. Және бізде келесі көміртек тотығы тілсіз жау деп те атап жатамыз. Жалпы өрт кезінде бізде тек өрт кезінде ғана емес, қандай да бір пеш бар бөлме болса, автокөлікте, себебі автокөліктің өзі мотормен жұмыс істейді, мотордан бізде көміртек тотығы бөлінеді, сәл болса да. Себебі мысалы қарасақ, қаланың өзіне автокөліктерден бізде түрлі зиянды газдар бөліп атмосфераны ластап жатады. Жалпы көміртек тотығы ол көзге көрінбейді, ұстай алмаймыз, және иісін сезе алмаймыз. Сондай көзге көрінбейтін иіссіз көміртек тотығынан өзімізді қорғану үшін не істей аламыз? Бізде матаны сулап, бетімізге басамыз деген жауап келіпті. Тамаша. Я негізінен
көміртек тотығы кезінде дымқыл, яғни суланған шүберекпен, ол мейлі орамал болсын, киім болсын, дымқылдап, мына тыныс жолдарын, мұрынды, ауызды жабу керек. Және дереу таза ауаға шығу керек. Сондай ақ еденге мүмкіндігінше бүгіліп жүру керек. Не себепті еденге бүгіліп жүреміз? Себебі жалпы бөлменің атмосферасын алып қарастырсақ, осы бөлменің төменгі қабатында бізде оттек көбірек болады. Ал адамға тыныс алу үшін оттек қажет, иә. Сондықтан да барынша төмен бүгіліп сыртқа шығып кеткен дұрыс. Бізде 1 минуттан аз уақыт қалды, қазір зум бітіп қалады, сол кезде сілтемемен қайта қосылсаңыздар. Аха, рахмет Диана жауабыңызға. Қазір қайта қосылсаңыздар. Және осы көміртек тотығы бөлініп жатқан кезде сквозняк жасауға болмайды, желдеткіштерді өшіру керек дер кезінде, терезені жабу керек. Себебі көміртек тотығын барынша бөлмелерге одан әрі жаюға әкеліп соғады. Жалпы бұл сквозняк секілді, ол желдеткіш болса да. Және осы көміртек тотығы кезінде барынша алғашқы медициналық көмекті білген дұрыс. Себебі кейбір сәттерде көміртек тотығымен уланған адамдарда судорог секілді жағдайлар